Қолдың сыртына шығып кетпей жүрген жаралар болады екен. Оны не деп айтатынын білмеймін. Псориаз дей ма, экзема дей ма білмеймін. Сондай бір жараға эксперимент жасағанда бір жетіде жоқ болып жүрген, сол бір крем шығарды тағы. Ол сыртынан жабылады, қолға. Осындай жаңалық енді. Біздің компания тарапынан қазір көріп отырғандарыңыздай нарық, әлем нарығында рекорд жасалып жатыр. Яғни сетевой компаниялардың ішінде рекорд болып жатыр. Дегенмен адамдар өзін тәрбиелемесе бұл салада, сенің статистикаңа да ұрмайды екен, сенің рекордыңа да қарамайды екен, просто өзінің бір бағыты бар, ұстанып алған бір қармақ, неге шырмауына түседі, бір компания жүріп қалады. Мен айтамын ғой, нең бар еді, жүрдік я, біздер білмегеннен жүрдік. Бізге бір жол сілтейтін адам болған жоқ, біріншіден. Екіншіден, нарықта выбор болған жоқ бізде. 7-8 жыл бір осы ең жақсы деген компанияға ілініп алдық та, амалымыз жоқтықтан жүрдік та. Себебі бұл сфера жақсы, біреуге көмектесуің керек. А қазір бар ғой. Неге адамдар талдау таңдау жасай алмайды? Кімдер сабаққа қатысты менің сабағыма? 50% қатысқан, 4 мәселені айттық, осы 4 мәселені үйретіңіздер. Сетевой компаниялардың тарапынан болатын қауіпті мәселелер. Бесіншісі өзің ең қиыны солардың айтқан өзің орындайсың. Өзің шаршайсың, өзің шаршатасың, жанұяң шаршатасың, жан-жағың шаршатасың. Мен айтамын ғой, қазақтарды негатив қылдық біздер, өзіміз кінәліміз, білмегендіктен. Я, выбор болған жоқ, басқа ұсыныс болған жоқ. Енді солардың көзін ашуға тура келеді. Барлық отбасын, біреу ана компания шаршады, біреу ана компаниядан шаршады, біреу ана компания. Я зат жоқ емес бар, я жаңағы немес, пирамидальный емес, жаңағыдай, финансовый пирамида емес. Я дұрыс компания, налогы төлетіп тұр, бәрі дұрыс. Дегенмен сол компаниялармен де шаршатып қойдық, біздер. Финансовый пирамидаларға да түстік, адам болғаннан кейін бәрі нормально. Отказдар аласыз, кімдер отказ алып жүр? Көбірек. Өте жақсы, қуана беріңіздер. Сіздер уже отказ алуға кіріскен екенсіздер. Көп адамдар отказ алудан қорқатын адамдар бар. Мен бір-екі адамды кездестірдім. Көп емес ондай адамдар. Мен отказ алғанды көтере алмаймын дейді. Вообще маған отказ бермеу керек дейді. Кеше Астанадан бір адам кездесті, тағы Алматыдан кездесті, по-моему, 2 адам. Маған отказ бермеу керек. Мен отказ берсе шыдай алмайды екен дейді. Бұл өмірде бізге бәрі отказ береді. Ең бірінші бұл бизнесте өзіңнің сүйген жарыңды қосу қиын болады. Күйеуіңді немесе келіншегіңді. Вот сол экзаменді өтсеңіз, серьезный экзамен сол. Неге? Сіздің қанша кредит бар екенін ойында, не нәрсе жасап келістіре алмай қалғаныңды білетін кім? Бірінші жан-жарың, отбасын. Осы балдарыңмен өзің жан-жарыңды қосып көрші, сен экзамен өттің уже. Ал олар қазіргі жас балдар сенің 5 миллион, 10 миллионыңа көнбейді. Үлкен сума көрсету керек оларға. Сонда ғана бұрылады екен. Енді бұл салада потенциалын көтерген адамдар міндетті түрде табыстырылады. Сетевой компаниядан тарапынан болатын мәселелерді жаңағы ескеріп, жазып жүру арқылы, конспектлеу арқылы шапшаң үйреніп алуға тырысыңыздар. Адам шақыра алмай жүрсің бе? Іздеңіз өзіңізден кінәні. Сіз, значит, маркетингтегі міндеттемелерді, қатал міндеттемелерді айта алмай жүрсіз. Сіз маркетингтегі немесе жұмсақтықты айта алмай жүрсіз. Жасырынды да жасырынсыз деп айтамын мен, жасырынды да жасырынсыз міндеттемелер бар. Олар болады. Кішігірім міндеттемелер болу керек. Бірақ бізге Әуір Мұсайш обращение жасағанда, менің спонсорым Марал ханымның бүткіл қазаққа бір жақсылығы тигені бар. Сен біздің қазақтар шаршатпа, басқа компаниялар сияқты. Мыналарыңды алып тастасаң, жасаймыз деген сияқты. Сөйтіп колл-центрмен сатылып отырған продукцияны біздер бір срок жақындап қалған уақыттарда біздер соны срогына жеткізбей, 1 ай жарымда сатып жібердік. Үйіліп тұрған зат. Ол мына сіздер менен біздердің күшіміз. Ауызбіршілік, бір-бірімізді оқыту арқылы, үйрену арқылы осындай күш жиналады. Осы 2 мәселе. Яғни сіздер бұл салада кішкене білімділікті арттырасыздар. Сосын маркетингтегі құпияларды біліп аласыздар. Сосын рынокта бізде нарықта ұсыныстар өте көп.
Кім білген бұл анда мықты продукт шығарып, мен білмеймін ғой. Бірақ енді қазіргі осы нарықта бізде локомотив продукт бізде қатты рөл ойнап тұр. H2 премиум магний водород. А біздің Абилайн қалай рөл ойнап тұр, Гепалайн, Хепалайн, нерв жүйесіне, бауырға арналған өнімдер. Өздерінің рөлдерін атқарып тұр ғой. Қаншама адамдар аналар айтып отыр, ой, баян немерем тісін қайрап ұйықтай алмайтын, ішінен ақтарып құрт түсіп жатыр дейді. Мынау дүние жақсы екен деп. Абилайнның күші. Үлкендерде де паразиттер көп қой. Сондықтан осы біздің өнім бірінші рөл ойнап тұрған, әрине заңдылық ол бірінші керек қой. Дегенмен заңдылық бола тұра, заңды болып тұрғанда да өнім ерекше жұмыс жасай алмаса, уникальный продукт болмаса, адамдар тағы да денсаулыққа келеді көбісі. Денсаулық өзгерте отырып, өзінің табыс көзінде өзгертіп алып жатқан жайы бар. Бүгін бізде Ақтөбеде 22-ші адам автокөлік алды. Кеше 21-ші адам автокөлік алды. Ақтөбе бойынша 5 адам 5 автокөлік біздің қоржынымызда. Бұл салада 3 мәселе бар. Сабақта технология бизнесі, ведение бизнесінің ішіне кіреді, жаңағы бизнесті жүргізу тарапындағы қолданылатын мәселе. Бірінші, сыйластық қарым-қатынас өте маңызды керек. Спонсорыңызды айтудан жалықпаңыз. Сізге информация берген спонсор. Сізді табысқа шығаратында, сізді табысқа шығаруға да ықыластанатын, ниеттенетін сол. Барлық бонустар сол сіздің партнер арқылы келеді. Сондықтан біз көбірек адамдарға үлкен табысқа шығаруға тырысамыз. Бірақ адамдардың өз тараканы бар, әркім әрі қарай қабылдайды. Тез қабылдап алатыны бар, қабылдағызбай қоятын өзінің таракандары бар. Сол үшін офиске күнде-күнде келу керек. Сабаққа қайта-қайта қатысу керек. Лидерлеріңізден, спонсорларыңыздан жақсы консультация сұраңыздар. Екінші мәселе отношение деген консультация. Сыйластық болмаса бизнес болмайды, өте қиын болады, ауыр жүреді. Мен әкелдім да команда құрып жатырмын. Мен спонсор үшін жұмыс жасап жатырмын дейтін сондай ниетте жүріп қалатындар бар. Ол зависть. Қатты кедергі болады ол. Осы мәселені абай болуымыз керек. Содан кейінгі консультация сабағында как располагать людей деген, қалай орналастыру керек. Осы мәселені жақсы консультация алыңыздар. Кейбір адамдар бар, инвестиционный компания қылғысы келеді де келді. Немесе үйіндегі баласын, қызын бейсатадан тіркеп жүріп, реферальный алғысы келеді. Алға арқылы кім жүрсе? Осы мәселелерді жақсы сауатты консультация беріңіздер. Ары қарай мәселе перекрещение деген бар, Сіз параллель линиядан барып, жағдай ақпар не сұрайсыз? Консультация сұрайсыз. Басқа спонсордан, басқа линиядан. Сосын ол адам айтады, мына жерін білмейсің бе не? Спонсорым айтпаған екен ғой дейді. Қайқа кетті антипостроение? Сіздің спонсорға и выше. Жоғары линиямен барлық спонсорға антипостроение жібердіңіз. Спонсорыңыз айта алмаса, сіз сияқты новичок шығар, жаңадан үйреніп жүрген шығар. Жоғары шығыңыз, одан жоғары шығыңыз, үйреніп алыңыз. Ол жерде өсіп кетеді уже. Ох ты, осы моментте маған дұрыс айтпай жүрген ғой. Мен давно сөйтіп айтып бар ғой. Өсіп кетеді автоматически. Байқамай қаласыңдар. Міне 3 мәселе. Сыйластық ара қатынас, консультация, перекрещение. Осы үшеуін ұстану керек болады. Сетте жүрген мәселелер. Сосын сетевой бизнесте бір тағы бір үлкен құрал бар. Үлкен құрал, қару деп айтайық. Құрал емес, қару. Ол сату. Компанияны жақсы сату, основательный сату, ол керемет предприниматель, ол басқармалық италат. Действительно, мен мысалға, Явер Мусаевичті таңдадым. Сыртынан білем бе бұрын? Ол мықты предприниматель. Ол заңгер, білімді заңгер. Сондықтан біздің компанияны тағы да басқа бір мықты мемлекетке сақтандырып тұсады, тіркеп тұсады. Саталып тұрма, основательді сату. Яғни построить своего основателя, продать основателя, или скажем, продать компанию, продать своего продукта, продать своего спонсора, строить спонсорыңды мақтауын жеткізіп тұрсаңыз, сіздің бизнесіңіз жүреді ғой.
Достар, бұл жерде енді бізде бизнесте шақыру мәселесінен құралады. Екі мәселе керек. Потенциалыңыздың білімді арттыру және адам шақыру керек болады бізде. Осы екеуі. Адам шақырудан жолында сіздерге отказ көп болады. Бірінші, бауырларыңыз отказ береді. Үйіңіз отказ береді. Нормально ол. Өте жақсы. Оған қабілетіңіз, етіңіз үйреніп кетеді бір күні. Үйрену керек те сол. Сондай бизнес өкінішке орай скептиктер көп болады, көзқарасы дұрыс болмайды. Бірақ та сіздің табысыңыз депутаттың айлығынан 10 есе үлкен ғой. Арғы көзқарасты қарасаңыздар, бізде 6 айда қыздар деген жаңа мініп жатыр, 20 миллион, 30 миллион машинасын мініп жатыр. 6 айда, 8 айда. Енді сол кісілер машинамен, сол кісілер машинамен, қараңыздар. Енді соста бір мәселе қараңыздар. Сіздерге бірден сабақ болсын деп жатырмын. 25 жылда түсінгенім мен, соның жарты жылы, 25 жылдың жартысы, мен просто так жүрген екен. Қиындықтарға тап болдым, қиналдым, не істеп жүргенімді білмеймін, сөзге қалдым, жұрттың бәрі қашатын болып менен да сондай. Повороттан тек жылт ете қалта қашып кетеді. Ойба, анау келе жатыр дейді да. Олар өзі бір күн түсінеді, анау десе мен келе жатырмын. Ол нормально. Бұл сетевой бизнесте ұзақ жыл жүруге болады. 20 жыл жаңадан бастағандардың қатарында қалып кетуге болады. 20 жыл. Осы сөзге мән беріңіздер. 20-25 жыл сізде тәжірибе болмауы мүмкін. Неге? Бір немесе екі-ақ компанияда болып көрдіңіздер. Еш айтасыз, мен сетевикпін деп. Мен бір уақыттарда сол қателігін түсіндім. Ох, мен ұзақ жыл бір компанияда жүр екенмін. Мына қатені қара дедім да. Мен дым түсінбей жүр екенмін. Оказывается, мұндай сұрақ бар екен, мұндай сұрақ бар екен, мұндай сұрақ бар екен. Бізге ешкім айтпайды екен. Мүмкін білмейтін шығар, білмейтін адамдардың соңында жүр екенбіз ғой деген анализ жасауға көштім да. Сөз бердім өзіме. 12-15 компанияда боламын. Кіремін. Жасайын ба, жасамайын ба белгісіз. Кіремін. Не үшін? Опыт. Тәжірибе үшін. 4-5 жылда тәжірибені мықты жинап алатын адамдар бар. 2 айда тәжірибені жинап алатын адамдар бар. 2 ай фокусты қояды, еш қайға қыдырмастан жатып алады да жазады. 2 ай офиске келеді. 2 ай сұрақ қояды. 2 айда 20 жыл жүрген адамдардың жинамаған тәжірибесін 2 айда жинап алатын қабілетті азаматшалар бар. Әлхамдулилlah, шүкір да. Солардың арқасында бізде бүгінгі таңда 135 мың адам бар. 125 мың адам. 125 мың адам бар. Статистика. За 9 месяцев. 9 айда 15 миллион теңге етті, 7,5 миллиард оборот өтті. Қазір уже 12 миллиардқа кетті. Оборот. Ол сол өнімнің ерекшелігі және маркетинг жұмсақтығы. Енді қараңыздар, бізде сондай адамдар, 2 адам автокөлік алып отыр. Яғни олардың спонсорлары жоғарылап отыр. Сөзімен дәлел, осы Ақтөбеде ең бірінші хабарласып жаңағы поддержка берген қыз бар да, сол кісінің партнері бүгін консул бар. Әлия ханым, келіңіз. Мына кісі маған поддержка берді. Телефон жалап. Аманымызда что-то статусың өзгеріп барады ғой. Статусында не болып жатыр дейді, не жаңалық қанағым етер. Сөйтіп келеді, екі жағына екі кісіні алып келеді. Біреу Альфира ханым, біреу Замзагүл ханым. Бүгін Альфира ханым кімнің партнері бір жағында консул дәрежесінде. Шақырады. Менің бұл кісіден артық ештеңем жоқ. Бұл кісі менен артық ештеңем жоқ. Менен кем ештеңем жоқ. Келді, жасады, болды. Не істеуім керек? Не істеуім керек? Не істеуім керек? Тақтан табар деп осылай сұрап жүрді да, сұрап кетті да, адамдар әкелді. Қанша миллион тапқан, енді біраз миллион басын қайырып тұтады. Мен қарап көрмеймін, қарамаймын да, бұлар айтпайды. Дегенмен осы қыздардың арқасы, осындай бір-екі түйір адамнан, осы жерде Замзагүл апа бар, осы үшеуміз бастадық. Сөйтіп, мен структурама Оралдан келді, Атыраудан осы Нұржанат ханым бар ма? Жоқ.
Nurжат ханым. Hyundai центрде кешеде той бізде, бүгінде той. Кеше 23 миллионның машинасын шығарды. Бүгін 31 миллион машина шығарды. О кісілердің, о ханымдардың апталық табыстары 3,5 миллион теңге. Bir haftada. Апталық табыстары. Bir haftada. Жетігімде. Сену, сенбеу өз еркіңізде. Жаңадан бірінші рет келгендер бар ма? Көтер. Қол көтерейік. Ой, жандар. Сену, сенбеу. Сену, сенбеу өз еркіңізде. Бастағаннан кейін де мынадай болады процесс. Сенім артады, немесе сенім әлсірейді. Сенім қай уақытта артады, жоғарылайды. Сенім деңгейі білім ала берген сайын артады. Офиске келе берген сайын, сұрай берген сайын. Күдік күшейеді. Қай уақытта күдік күшейеді? Күдік қай уақытта күшейеді? Сіз негативті естіген уақытта, негативті естіп қажет жоқ. Маған күніге 1000 негатив жазылады. Сіздің компания әлі жабылмаған ба? Көп машиналар өтті ғой, неге жабылмайды? Маркетингте білім шамалы алып не бар? Болмай тұр. Білмеймін, пока жабылған жоқ деп қойым мен. Біздің компания шүкірлер, альхамдулилlah. Неге шүкір деймін, білесіздер ма? Басқа компанияларды көрдіңіздер ма? Бір адам 2 рет, 3 рет, 4 рет, 5 рет машина алып жатыр, 10 рет. Білеміз ба? Сетевиктер біледі. Ал менің компаниямда 5 айда 7 адам автокөлік алды. Қазір 10-ның үстіне шығып кетті. 14 па 16 адам автокөлік алды.